Ал қыздар, алдыңғы видеоны жалғастырайық. Так, бізде бұл соңғы вкладка болатын, я. Енді сіздерге маңызды деген жерлерін айта кетейін. Бізге маңыздысы ол мына 5 бөлім. Егер сіздің товарға оплата жасаған кезде не успешно болса, бірінші бөлімге түседі. Егер успешно өтсе, онда екінші бөлімге. Егер товарыңызды уже дайындап жатса, онда үшінші бөлімге, жолға шығатын болса, уже КамАЗ бөліміне өтеді. Және де, мына 5-ші бөлімге, жұлдызша бөлімге жетеді ғой товар. Ол деген сөз уже біздің складқа жетіп қойды деген сөз, яғни Қытайдағы складымызға. Енді мынау астындағы бөлімге керек. Мынау біріншісі бізге қатты маңызды емес. Бұлар көбінесе Қытайдың өз адамдарына арналған купондар бөлімі. Және екіншісі бұл біз товарға егер лайк басып, избірна сатақ қойсақ, біздің избірна товарларымыз осы екінші бөлімде тұрады. Үшінші бөлім бұл плюс, я. Бұл плюс деген сөз біздің тіркелген магазиндеріміз. Қарап шыға аласыздар. Және де егер сіз бір товарды көріп, кейін оны жоғалтып алсаңыз, оны осы аяқтың ізі тұр ғой, соған кірсеңіздер, сол товарды қайтадан тауып аласыздар. Яғни көрген товарларымыз тұрады. Ал 5-ші бұл юаньның белгісі тұрған, ол бізде возврат, қыздар. Ал астындағы бөлім бізге аса қатты маңызды емес. Бұл жерде бізге керегі настройки мен мынау астында тұрған местоположениені сөйлеп тұр ғой, осы керек, яғни бұл жерде біз не істейміз, адрес енгіземіз. Келесі сабақ, қыздар, каргоны енгізу, яғни Pinduoduo сайтына адрес енгізу болады.